Екінші сынып, бірінші сабақ. Екі таңбалы сандардың құрылуы ондықтармен санау. Екі таңбалы сандар қалай құрылатынын үйренетін боламыз. Ең алдымен бірінші есептің тапсырмасын оқиық. Натурал сандар дегеніміз не? Бірінші сыныпта алған біліміңді есіңе түсір. Натурал сан санаққа қолданылатын сандардың жиынтығы. Мысалға айтатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Егер біз санай беретін болсақ, ол шексіз болып есептеледі. Оның барлығы натурал сандар. 0 бізде натурал сан емес, себебі ол санауға келмейді. Келесі бізде екінші есептің А варианты. Шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар? Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп жазамыз. Яғни 10 шаршы бар. 10 шаршы дегеніміз 10 бірлік. 10 бірлік дегеніміз ол бір ондық болып саналады. Бір ондықтың ішінде, яғни ол 10 деген сан. Яғни бір бірлік бірге тең. 2 бірлік 2-ге, 3 бірлік 3-ге, 4 бірлік 4-ге, 5 бірлік 5-ге, 6 бірлік 6-ға, 7 бірлік 7-ге, 8 бірлік 8-ге, 9 бірлік 9-ға, 10 бірлік 10-ға тең екен. Келесі бізде екінші есептің А варианты. Әр суретте барлығы неше шаршы бар? Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 10 шаршы. 10 шаршы дегеніміз ол 10 бірлік. Ал 10 бірлік дегеніміз бір ондық болып есептеледі. Енді біз оған бір шаршыны қосатын болсақ, яғни бір ондыққа қосамыз бір бірлікті. Жауабы 11 болады. 11 бірлік болады. Келесі. Дәл осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 10 шаршыны жазып аламыз. Сонымен бір ондыққа қосамыз 2 бірлікті. Тең болады 12 бірлік шығады. Келесі бізде екінші есептің Б варианты. Шаршыларды ондықтармен сана. Мен астына барлығын жазып, стрелкамен көрсетіп қойдым. Яғни түсіндіретін болсам, 6 қатармен көрсетілген. Яғни бірінші қатарда қараймыз. Бір ондық бізде ол 10 шаршы болып есептеледі. Екінші қатарда 20, яғни 2 ондық 20 шаршы. Үшінші қатар 3 ондық 30 шаршы. 4 ондық 40 шаршы. Бесінші қатарда, яғни 5 ондық 50 шаршы, және соңғысы 6 ондық 60 шаршы болып есептеледі, яғни 60-ға тең. Осылай жазып шығамыз. Келесі бізде үшінші есеп. Сандарды ата. Үлгі көрсетілген, яғни 3 ондық 8 бірлік тең болады 38-ге тең. Мен жазып шығарып қойдым, түсіндіріп өтейін. 5 ондық 6 бірлік. Ол бізде 56-ға тең. 6 ондық 9 бірлік 69-ға тең. 9 ондық 7 бірлік 97-ге тең. 7 ондық 8 бірлік 78-ге тең. 8 ондық 5 бірлік 85-ге тең. 41 бірлік бізде 41-ге тең. Яғни 4 ондық 1 бірлік болып есептеледі. Келесі бізде төртінші есеп. Әр суретте қанша зат бар? Кітаптардың барлығын санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одан кейін оң жағында тағы 2 кітап орналасқан. Сонда барлығын қосқанда 12 кітап. Келесі оң жақтағы қаламдарды санап шығайық. Үстіңгі жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Астында 10. Астында да бізде 10 қалам екен, иә. Оның астында бізде тағы да 1 қалам бар. Сонда барлығын қосқанда 21 қалам. Келесі бізде 5-ші есеп. А варианты. 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана. Яғни
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Осылай рет-ретімен жазып шығамыз. Келесі бізде ә вариантында 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана. Яғни 30-дан 1-ді азайтқанда 29. Дәл осылай жалғастыра береміз. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Яғни 30-дан 10-ға дейін жазып шықтық. Бұл жерде А вариантында сандарға, яғни бір санды қосу арқылы жазып шықсақ, А вариантында бір санын кемітіп отыра жаздық. Келесі бізде 6-шы есеп. Қалып қойған сандарды ата. А варианты. 50 бірлік бізде 50-ге тең. 51 бірлік 51-ге тең. Мына жерде жазылмаған санды өзіміз табуымыз керек. Яғни 71 бірлікке тең. 50 мен 70 аралығындағы барлық сандарды осылай жазып шығамыз. Келесі бізде А варианты. 10 ондық 100-ге тең, 9 ондық 90-ға тең, 8 ондық 80-ге тең, 7 ондық 70-ге, 6 ондық 60-ға тең, 5 ондық 50-ге, 4 ондық 40-ға, 3 ондық 30-ға, 20 ондық 20-ға, 10 ондық 10-ға тең екен. Осылай барлығын жазып шығамыз. Келесі бізде 7-ші есеп. Жауабы 15-ге тең мысалдарды ғана жаз. Яғни 16-ға қосамыз 3-ті. Тең болады 19. Яғни біз бұны жазбаймыз. 19 азайтамыз 4-ті. Жауабы 15 болады. Осыны жазамыз. Бізге жауабы 15-ге тең мысалдар керек. 19 азайтамыз 2. Тең болады 17. Яғни бұны жазбаймыз. 12-ге қосамыз 2-ні 14. 14 болса демек, бұны да жазбаймыз. Келесі бізде 13 қосу 2. Тең болады 15. Яғни біз осыны жазамыз. Келесі бізде 8-ші есеп. 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. Яғни 70-тен бастап 80-ге дейін жазып шығамыз. Келесі 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жаз. Яғни керісінше жазамыз. 40-тан 30-ға дейін сандарды жазып шығамыз. Келесі бізде соңғы 9-шы есеп. Сандарды ата. 73, 37, 77, 33. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болады? Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді? Яғни 73 ол бізде 7 ондық 3 бірлік. 37 3 ондық 7 бірлік. 77 яғни 7 ондық 7 бірлік. 33 3 ондық 7 бірлік деп жазып шығамыз. Маған тіркеліп лайк басып кетіңдер.